Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Бүгін біздің сіздермен яғни тікелей эфирде қозғайтын тақырыбымыз ақида мәселесі, яғни ақида иман негізін бастауы деген тақырыпты алып отырмыз. Жалпы ақида дегеніміз араб сөзінен шыққан ғой. Енді ақида дегеніміз не? Сол нәрсеге қарастыратын болсақ, яғни ақида бұл араб тілінде ақдун деген сөзден шыққан, яғни сенім, байлау, бекіту деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл нәрсе не нәрсені бекітеміз, не нәрсені байлаймыз. Мысалға, қарапайым тілмен айтып көрсек, яғни біз арқан мен шелекті алсақ және құдықтан су алу керек. Сол кезде міндетті түрде құдық терең болғандықтан біз арқанды, яғни шелекке қаттымен байлаймыз да, оны яғни құдыққа жібереміз, суды алып шығамыз. Алайда бүйтіп байқасаңыз, сіздің мына арқан мен шелек екеуі бір-біріне қатты байланып тұрады, яғни бір-бірінен ажырап кетпейді. Дәл сол сияқты біз сенім жүйесінде өзіміздің жүрегімізді байлауымыз керек екен. Яғни әрине жүрегімізді Аллах тағаланың бір екендігін, Аллах тағаланың жалғыз екендігін, соған сеніп, сол нәрсені жүректе бекітіп, сол нәрсеге сеніп, және өзіміз тілімізбен айтқан жағдайда біз өмірімізде оңай болады, және алға деген мақсаттарымызды да білеміз, және біз не үшін өмір сүріп жатқандығымызды бәрін білеміз. Ал егер де біздің сенім жүйеміз дұрыс болмай, мысалға басқа бір дұрыс емес ағымдарға, немесе дұрыс емес сенімдерге біз яғни еніп кетіп, сол нәрсемен жүрегімізді байлайтын болсақ, біздің өмір сүруіміз де қиын болады, және де өмірімізде көптеген күнәлар жасап, адасып кетуіміз де ықтимал болады екен. Енді ақида деген сөзіміз, яғни айттық, араб тілінде ақдун деген сөзден шыққан. Негізі, былай жалпы қарасақ, әрбір нәрсенің өзінің этаптары бар. Және де әрбір дінге ену үшін өзінің бір сенім жүйесі бар, яғни рәміздер бар деп айтсақ болады. Қарапайым христиан дінін айтсақ, христиан дінінде мұсылман, яғни христиан дінінде егер бала дүниеге келеді, кішкентай бала дүниеге келген кезде оны міндетті түрде не істейді екен? Шоқындырады, белгілі бір уақыт өткеннен кейін оларды шоқындыру арқылы оны христиан қылады. Ал ислам дінінде де дәл сондай бір рәміз бар, яғни ол қандай екен? Ислам дініне еніп, мен мұсылманмын деп айту үшін сізде мына бір сөздер керек екен. Ла илаха иллаллах Мұхаммед абдуху ва расулух деген сөз. Яғни Алладан басқа тәңір жоқ, және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям оның құлы және елшісі деген сөзді айту арқылы сіз мұсылман болады екенсіз. Яғни бұл бірінші этап. Бұл нәрсені қарасаңыз, барлығы сенім жүйесімен, яғни ақидамен өте тығыз байланысты. Міндетті түрде біздің матуриди ақидасы бойынша, яғни не деп айтады екенбіз? Иқрар бил лисан ва тасдиқ бил жанан деп айтады. Яғни сіз тілмен айтасыз, яғни ла илаха иллаллах деп мен тілмен айттым, және оны жүрекпен бекітеміз. Яғни жүрекпен бекітіп, яғни Аллахтың бір екендігіне, жалғыз екендігіне, оған серік қоспау керек екендігіне кәдімгідей мысалға сенім білдіріп жүрекпен бекітсем, міне осы екі жағдай қалыптасқан жағдайда мен мұсылман болады екенмін. Сіз альхамдулилля, сіз мұсылмансыз деп айтып жатады. Мысалы, қарапайым бейнероликтерден немесе бір кинолардан көріп қалуларыңыз мүмкін. Мешітте айтып жатады, осы екі сөзді айтқызу арқылы сіз мұсылман болыңыз деп, мысалы, христиан дінінің өкілін мұсылман қылып жатады. Дәл сол сияқты осындай рәміздер болады екен. Ал негізі жалпы қарасақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Әрбір дүниеге келген бала, ол негізі дүниеге келгенде мұсылман болып жаратылысымен дүниеге келеді екен. Алайда оның ата-анасы оны христиан қылады, немесе отқа табынушылар қылады, немесе мұсылман қылады деген бір хадис бар, сахих хадис. Осы хадиске негізделе отырып, барлық жаратылыс, яғни әрбір әлемнің, мысалы, ол африканец бола ма, ол қазақ, ол түрік бола ма, немесе басқа ұлт бола ма, барлығы мұсылман болып дүниеге келеді екен. Алайда ата-анасының септігімен, сондай бір рәміздермен олар
не христиан болып кетеді, не яғни отқа табынушы болып кетеді, тіпті болмаса атеист болып кетеді деген нәрсе жүзеге асады екен. Енді осы кезде сіз ақидаңыз, сіздің сенім жүйеңіз дұрыс болса, сіз Аллах Тағалаға сеніп, яғни сол бір этаптан дұрыс өтіп, осы бір шариғи мәселелерді дұрыс қалыптастырсаңыз, сіздің өмір сүруіңіз де оңай болады. Сіздің алға қойған мақсаттарыңызда да оңай болады. Және стимулдарыңыз да болады. Өйткені не үшін? Себебі сіздің мына жүрекпен болған нәрсе, яғни ақыл мен жүректі қарастырса, барлық ғалымдар, барлық мойындайды. Яғни ақыл, жүрек, яғни жүрек ақылға ешқашан, яғни оған бағынбайды. Яғни егер сіз жүрекпен біреуді қатты жақсы көріп қалсаңыз, оның яғни кемшілігін де байқамайсыз, және оның ешқандай бір минустарында еш нәрсені байқамайсыз, тек оны бір махаббатпен жақсы көресіз. Дәл сол сияқты ақыл бұл жерде рөл ойнамай қалады екен. Дәл сол сияқты, егер сіз жүрегіңізді Аллах Тағаламен бекітіп, Аллах Тағаланы қатты жақсы көріп, Аллах Тағаланы үшін, яғни Алланың разылығы үшін барлық нәрсені істесеңіз, сіздің жүрегіңіз де тура жолда, сиратул мустақим дейді, тура жолда яғни қалыптасады екен. Және өмір сүруіңіз де дәл осы бір қалыпта жүзеге асады екен. Енді бұл ақида сенім жүйесі. Жалпы етіп үйренгісі келген адамдарға осындай бір ислам дінінің структурасын барлығы түсіндіреді. Бірінші алдымен сізде ақида, яғни сенім жүйеңіз дұрыс болу керек. Мысалға, мен Аллаға шүкір, мысалы, ла иляха иллаллах Мұхаммад абдуху расулух деген сөзді айтып мұсылман боламын. Мен мұсылман болғаннан кейін, осы екі сөзді айту арқылы мұсылман болып, одан кейін мен тағы бір нәрселер жасағым келеді. Өйткені тек қана сөзбен айтып жеткіліксіз, қарапайым, мен бүйтіп айтқанда, үлкен бір ағаш болса, ағашқа су құйдым деген сөз. Яғни суды тамыры жайылды, жерге, топыраққа тамыры жайылды да, мен оған су құйдым. Одан кейін мен әрине бұл теректің, бұл ағаштың жеміс бергенін қалаймын ғой. Дәл сол сияқты жеміс беру үшін мен не істейді екен? Шариғат деген этапқа кіреді екен. Бұл шариғат этабында нелер бар? Мысалға, Аллах Тағаланың бір екендігін мойындаған адам ораза ұстай бастайды, Рамазан айында 1-2 күн ораза ұстап, басында сөйтіп. Кейде мысалы намаз оқығанда да бір рет намаз оқиды, кейін яғни 2 күндік намазын оқиды, сөйтіп жайлап үйренеді екен. Яғни көріп тұрғаныңыздай жеміс беріп жатыр. Яғни мен ол терекке су құйдым, және оның алма немесе алмұрт деген жемістерін беріп жатыр. Яғни менің іс-әрекетімде ол көрініп жатыр деген сөз. Енді бұл екінші этап. Енді бұл жемісті берді де, енді мен ол жемістердің дәмін сезім келеді. Ол жемістерді, мысалы, алма болсын, алмұрт болсын, дәмді болғанда, мен бір уақыты келгенде, ол піскенде мен жейгім келеді. Яғни мен жеу арқылы оны не істейді екен? Үшінші этапқа өтеді екен. Үшінші этап қандай? Ахлақ деген сөз, яғни мінез құлық. Ислам шариғатында сіз Аллах Тағаланың бір екендігін біліп, оны сенесіз, оны амалыңызбен асырып жемісін көруіңіз үшін оған намаз оқисыз, ораза ұстайсыз, кейін ол жемістің дәмін татуыңыз үшін сіз мінез құлқыңызды дұрыстайды екенсіз. Яғни сабырлы болуға үйренесіз. Мысалға, Құранда фасбир сабран жәмилан деп айтады. Яғни сіз өте бір көркем түрде сабырлық қылдыңыз. Яғни сіз жемісін жеу арқылы соның әрбір нәрсені өзіңізге тартып, және оны сыртқы бейнеге көрсете алады екенсіз. Мысалы, үлкен бір сынақтар болып жатады әрбір адамда. Сол кезде сіз ақлағыңызбен, яғни мінез құлқыңызбен, сабырлығыңызбен оның барлығын үшінші этапта көрсетеді екенсіз. Міне қарапайым ислам дінінде структурасы осындай. Мысалға, ең алдымен иман етесіз, Аллах Тағалаға сенесіз, жүрегіңізбен сеніп, оны бекітесіз, одан кейін оны амалыңызбен асырып, оразаны ұстайсыз, намазыңызды оқисыз, кейін оны жемісін көру арқылы мінез құлқыңызбен, яғни қоғамға өзіңіздің пайдаңызды тигізеді екенсіз. Бұлай қарап тұрсаңыз, ислам дінінің бұл структурасы сіздің өмір сүруіңіздің белгілі бір, қалай айтсам екен, белгілі бір этаптары, яғни ережелері. Сіз осы негізбен дұрыс жүрсеңіз, сіз ислам дінінен де, өмірден де, өмірлік мақсатыңыздан да адаспайды екенсіз. Ал егер де ең алдымен бас жағы, яғни тамыры деп айтайық, корень дейді, тамыры, ақида мәселеңіз, сенім жүйеңіз дұрыс болмаса, сіздің намазыңыз да дұрыс болмайды.
оразаңызды да ұстаған дұрыс болмайды, өйткені қате жолмен яғни оның барлығын істейтін боласыз. Және де сіздің ақлақ жүйеңіз, яғни мінез құлқыңыз да дұрыс болмайды екен. Яғни мүмкін сіз бұл жерде ислам шариғаты айтқан сабырлық, көркем мінезділік, ата-анаға жақсылық жасау, балалармен тәрбие деген нәрселердің барлығын кері ағар түсінесіз де, оның барлығы сіздің өміріңізге минус, яғни кемшілік болып есептеледі екен. Барлығы, егер айтады ғой, яғни балық шірсе басынан деген сияқты. Басынан барлығы дұрыс болса, одан кейінгі өмір сүруіңізде оңайырақ болады екен. Дәл осы негізде біз осы ислам шариғаты структурасын қарапайым түсіндіреді екенбіз. Ал бүгінгі енді өзіміздің осы тақырыбымыз алып отырған ақида мәселесі ғой енді. Ақида ол иман негізі. Осы нәрсені ұмытпау керек. Бұл үш структураның бізде осы ислам шариғатында сахи хадис бар. Джибрил алейхиссаламнан жеткен хадис деп айтады. Яғни ол қандай хадис екен? Бір күні пайғамбарымыз сахабалармен отырған кезде бір аппақ киінген бір ер адам кіріп келеді де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп, жанына келіп, тізесіне тақатып отырады да, мәл иман деп айтады. Яғни иман дегеніміз не деп айтады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах тағалаға сену, оның періштелеріне сену, кітаптарына сену, яғни кітаптарына, пайғамбарларына, періштелеріне және ақырет күніне, жақсылық пен жамандықтың Аллахтан екендігіне сену деп 6 шартты айтады. Қандай екен? Ең алдымен Аллах тағалаға сену, кейін періштелеріне сену, пайғамбарларына сену, кітаптарына сену және ақырет күніне сену және жақсылық пен жамандықтың Аллахтан екендігіне сену арқылы, осы 6 нәрсені сену арқылы сіз өзіңіздің сенім жүйеңізді дұрыстайды екенсіз. Сосын Джибрил алейхиссалам жүзде садақ қыты дейді, яғни дұрыс айттың деп айтады. Кейін мәл ислам дейді, яғни ислам дегеніміз не дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, яғни Аллах тағаланың жалғыз екендігіне куәлік ету, ең алдымен 6 нәрсені айтады тағы да. Аллах тағаланың 5 нәрсені айтады. Яғни Аллах тағаланың жалғыз екендігіне куәлік ету, және намаз оқу, ораза ұстау, қажылық, яғни зекет, ораза, яғни қажылық деп осы 5 нәрсені айтады екен. Қалай екен? Аллах тағалаға шахадат, яғни Аллах тағаланың жалғыз екендігіне куәлік ету, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру және қажылық деп осы 5 нәрсені айтады. Сол кезде садақта деп Джибрил алейхиссалам тағы да дұрыс айттың деп айтады. Кейін мәл ихсан деп айтады. Яғни ихсан дегеніміз не деп айтқан кезде, яғни бұл ақлақ мәселесін айтып жатыр бұл жерде. Ихсан дегеніміз не десе, яғни Аллах тағаланы мен Аллах тағаланы көріп тұрмын деген сияқты өзін, яғни солай сенің жүйеңді дұрыстау, немесе тіпті олай істей алмасаң, Аллах тағала мені көріп тұр деген нәрсемен, қорқынышпен, яғни сөйтіп өмір сүру деген. Бұл мағынасы қалай? Яғни сіз қарапайым қасыңызда ешкім жоқ, алайда бұл жерде 1 миллион ақша тұрады. Сол миллион ақшаны сіз ешкім жоқ қой деп ала саласыз ба? Әлде жоқ, бұл жерде адам болмаған өзінде Аллах тағала мені көріп тұр ғой деген сізді тоқтатса, яғни ол ихсан дәрежесінде болады. Яғни 3-ші этап, ақлақ мәселесі ғой. Сол 3-ші этап, яғни мен ол миллионды тимеймін. Бұл, яғни Аллах тағала мені көріп тұр, бұл менің құқығымдағы ақша емес, менің мал дүнием емес деп оны қоя салу керек. Яғни осы нәрсе істелсе, яғни сіз ихсан дәрежесіне жеткен боласыз деген нәрсе. Яғни Аллах тағала мені көріп тұр ғой деген нәрсемен жүзеге асу керек екен. Осы Джибрил алейхиссаламның хадисі осы барлығы ислам шариғатын бір жүйеге қалыптастырады. Яғни ислам шариғатының оның мақсатын, оның міндетін біздің шынымен де исламды ұстану арқылы не үшін ұстанамыз? Мысалы, әрбір адам исламды ұстанады ғой. Сол кезде әрбір адам сұрақ қою керек та, мен не үшін ислам дінін ұстанамын? Маған оның қандай пайдасын береді? Мен оған қандай пайдамды тигізе аламын деген нәрсе. Мысалы, осыны иман жүйесі, яғни ең алдымен 6 иман шарты бар дедік қой. Осы 6 иман шартына сену арқылы сіз Аллах тағала серік қоспайсыз. Оның пайғамбарларына сенесіз, барлығына, яғни мойындайсыз. Кейін екінші этапта шариғат мәселесінде сіз намазыңызды дұрыстайсыз, өз-өзіңізбен жұмыс
жасайсыз, яғни өз өзіңді дамыту. Татуир зәт деп айтады, араб тілінде. Яғни өз өзіңді дамытуға, өз өзіңді Аллах тағаламен құлшылығыңды байланыстыруға амалын жасайды екенсіз. Қарапайым, мысалы шариғат мәселесінде намаз оқу, яғни Аллах тағала ол түкте керек емес қой, былай қарап тұрсаң. Ол мысалы біздің денсаулығымызға, мысалы сіз амалдар жасау, намаздың қимылдарын жасау арқылы сіздің тек қана денсаулығыңыз жақсарады, сіздің құлшылығыңыз көбейеді, сіз өзіңізбен өзіңіз, яғни Аллах тағаладан дұға тілеу арқылы сол дұғаның жауабын аласыз деген сияқты, Аллахтың разылығын табасыз, және де ақырет күніңізге, яғни жұмақ нәсіп етеді. Міне қарап тұрсаңыз, барлығы тек қана адам баласының пайдасына ғана тиіп тұр. Басқа еш нәрсе емес. Дәл сол сияқты оразада сіздің денсаулығыңыз жақсарады, сіз шүкіршілікті, яғни біле бастайсыз деген нәрселерді жүзеге асады. Ал ихсан, яғни ахлақ дәрежесі сіздің өз-өзіңізді, яғни өмір сүруіңізді жеңілдейді. Өйткені мысалы сабырлы болсаңыз, әрбір сынақтар кезінде, немесе әртүрлі мінез құлқыңыз керемет болып, ата-анаңызға жақсылық жасасаңыз, сіз өзіңізге пайдаңызды тигізу арқылы қоғамдағы адамдарға пайдаңызды тигізеді екенсіз. Мына қарап тұрсаңыз, ислам шариғаты тек қана жақсылыққа шақырады. Алайда қазіргі ағымдар, әртүрлі дінді дұрыс түсінбеушілік, немесе тіпті ислам дінінің яғни жаулары болады ғой, ислам дінінің жаулары, олардың қолдарынан тіпті сондай бір амалдар жасап жатыр, исламды жаман көрсету. Яғни, ой, ислам дініндегілер осындай деген сияқты жаман пікірлерді қалыптастыру. Алайда, шын мәнінде егер зер салсаңыз, ислам шариғатының, яғни негізін бетіп қарап, оны түсінсеңіз, оның тек қана жақсылығын байқайсыз. Ислам дінінің тек қана жақсылығын және сіздің өмір сүруіңіз. Ислам, яғни өмір сүрудің қарапайым бір структурасы, соның бір, яғни шариғи мәселелерді, сол тек қана сіздің өмір сүруіңізге ережелер деп айтсақ болады. Бір ережелерді байқайсыз, тек сол нәрсемен ғана жүріп отырсаңыз, сізге Аллах тағала жұмақты нәсіп етеді. Мысалға, Аллах тағала құдіреті жетеді, мысалға, сіз өзіңіз табыңыз деп айтуға, жұмақтың кілтін өзің-ақ таба сал деп айтуға. Алайда барлық нәрсе шариғатымызда, Құран кәрімде, барлығы хадистерде, сахи хадистердің барлығында жазылып тұр, тек қана жақсылыққа шақыру, былай істеу керек, алай істеу керек, былай істемеу керек деген нәрсе. Тек сол этаппен ғана жүріп отырсаңыз, сізге Аллах тағала жұмақты нәсіп етеді. Барлығын беріп тұр, тек оны шайнай білу керек деген нәрсе ғой. Сондықтан да иман негізіміз біздің, яғни біздің ағашымыз керемет болып өсіп, оның жемістері тәтті болу үшін, оның жемістері керемет болып өсу үшін біз не істеуіміз керек екен? Оның тамырын дұрыстап, дұрыс бір жерге орнықтыруымыз керек екен. Ол тамыр мына бір жерден сол, яғни екеуі бір-бірінен бөлінбейтіндей, сол жерге нық тұратындай, және ол жемісін беретіндей, сондай бір дәрежеде біз өз-өзімізді дұрыстасақ, өзіміздің ақидамызды, өзіміздің сенім жүйемізді дұрыстасақ, одан кейінгі өмір сүруіміз де басқа да нәрсе оңай болады екен. Осы нәрсемен біз сіздерге кішігірім тікелей эфирді өткізгіміз келді. Яғни сіздерге кішігірім болса пайдасы тиген болар деп ойлаймыз. Иншалла, сұрақтарыңыз болса, мүмкін қоюға болады. Ислам шариғатында, яғни ислам ақидасы, ислам негіздерінде осыған қатысты сұрақтарыңыз болса, иншалла. Жақсы. Онда егер түсінікті болса, иншалла, ең алдымен барлығымыз иман негізімізді өзіміздің жүрегімізбен болған мәселелерді шешіп алып, сол нәрсенің негізін дұрыстап түсініп, өзіміз яғни есеп бере алатындай жағдайда болса, альхамдулилля, одан кейін сіздің өмір сүруіңіз де қиын болмайды, яғни білуіңіз де, ислам шариғатының негізін түсінуіңіз де қиындыққа соқпайды екен. Барлығыңызға пайдалы бір ілім болған болар деп есептейміз, иншалла. Мүмкіндіктеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, әрдайым осы бір парақшаға сұрақтарыңыз қойып отыруларыңызға болады, міндетті түрде жауап береміз. Иншалла. Ассаламу алейкум.